Сәлеметсіздер ме, құрметті табиғатты аяла жас өлкетанушылар, экологтар, табиғат зерттеушілер форумының қатысушылары мен әділқазылар. Мен Анарбек Азамат, Жамбыл ауданы Антон Макаренко орта мектебінің 9 А сынып білім алушысымын. Қазақстанның флорасы мен фаунасының 3 атласының номинациясы бойынша өз жұмысымды таныстырмақшымын. Жұмысымның мақсаты заманауи SketchUp программасы арқылы Қазақстанның 3 атлас картасын жасап, оқушылардың қызығушылығын арттыру. Туған өлкенің табиғаты жүрекке жылы, көңілге құнды естілетін салиқалы сөзде қаншама мазмұн, терең мағына, ұлағатты ұлы ұғым, тұжырымы кең ой жатыр. Әрбір табиғат аймақтар өзіне тән өсімдіктер мен жануарлармен ерекшеленеді. Қазақстанның флорасы мен фаунасы ауа райы, жер бедері мен географиялық орнына байланысты шығыс, батыс, орталық, солтүстік және оңтүстік Қазақстан деп бөліп қарастырады. Қазақстанда өсімдіктердің 15 мыңдай түрі бар, оның ішінде 734-і тек Қазақстанда өсетін эндемиктер. Айдыны асыл, суы сансыз дертке шипа Алакөл, ата әлемге мәшһүр Абайдың кіндік қаны тамған жер, бұғы бағып, мүйізін емге жаратқан Катон қарағай. Мұның барлығы өр Алтайдың төсінде орып жатқан шығыс Қазақстан. Еліміздің табиғатын суреттеген ақындар оның кең даласы мен асқар тау, өзен-көлдерін тамсана жазған. Расымен біздің даланың ең кереметі оның өзі. Шығыс Қазақстан Қазақстандағы ең әдемі орын болып саналады. Бұл керемет өлкенің қысы қандай керемет десеңізші. Үнемі жерді қар басып, айналаны ақ мамыққа орап жатады. Мұнда даңқы көнеден шарықтап, алысқа кеткен кең байтақ айлақтары, тәтті бал шырыны, беретін алуан түрлі шөптері, бағалы түйірлі аңдары, ағыны мол өзен көлдері, қараңғы түнді имартқан орманда алқаптары бар. Бұл аймақтың табиғаты сирек кездесетін және алуан түрлі. Қазақстанның бұл өңірінде Марқакөл, Батыс Алтай және Алакөл қорықтары бар. Қазіргі таңда Жас Қазақстан облысында Қызыл кітапқа енген Алтай арқары және қар барысы, ақ қоян, қоңыр аю сынды жануарлар бар. Және өз туған жерім оңтүстік Қазақстандағы Жамбыл облысы. Осынау бір ғажап өлкенің қалалары мен елді мекендерін, табиғатын, сұлу көркем мүйістерін, алтын шұғылалы, шексіз, шетсіз, асқар таулы, орманды алқаптарды аралап көріп, таза ауасын жұтсаңыз, сізден бақытты жан жоқ. Мұнда сізден бұрын талай-талай саяхатшы зерттеушілердің бас игеніне куә боласыз. Тау қойнауы мен қайталанбас өсімдіктер дүниесі, емдік шөптер қаншама. Оңтүстік батыс пен оңтүстік шығыс тауларымен шектеседі. Бұл өлкенің флорасы мен фаунасы кең әрі ерекше. Оңтүстік табиғаты көпшілік адамды баурап алады. Мұнда ең танымал Ақсу-Жабағылы қорығы бар. Аты айтқандай ол Ақсу және Жабағылы деген екі өзеннен құралған. Ақсу-Жабағылы қорығы Тянь-Шань етегіндегі ең танымал, ең көне қорық болып саналады. Бұл оңтүстік Қазақстан облысында флора мен фаунаның сирек түрлері сақталған. Көбісі Қызыл кітапқа енген деседі. Батыс Қазақстан орталық пен оңтүстік және Орта Азия қақпасы болып табылады. Бұл республикамыздың солтүстік батысында орналасқан. Бұл аймақта облыстық маңызы бар табиғат қорығы жұмыс жасайды. Оның ішінде маңызды сүтқоректі ақбөкенде кездеседі. Бұлардың саны қыс кезінде тығыздала түседі. Кейде бұл құмда қарақұйрық та мекен етеді. Үстіртке ат басын бұрған саяхатшы ұзақ жол, ен далада су тапшылығы сынды қиындықтарға сақадай сай болуы керек. Ал есесіне Маңғыстаудың қайталанбас көріністері бойымызға қуат дарытып, денемізге қанат бітіреді. Бұл мекеннің флорасы мен фаунасына тоқталатын болсақ, қар барысы табылған ең биік жер теңіз деңгейінен шамамен 6 шақырым биік орналасқан. Қар барысы жоғалып кету алдында Қызыл кітапқа енген. Қар барысының тағы бір атауы Ібіс. Ал қар барысы бүгінгі күннің өзінде аз зерттелген, себебі оның мекен ететін жері зерттеушілерге үлкен қиындық тудырады. Келесі өңір солтүстік Қазақстан облысы. Табиғаты өте әдемі, ерекше болып келеді. Солтүстік Қазақстан облысы астықты өлке. Бұл өлкеде ғажайып ормандар бар, әсіресе ақ қайыңды ормандар көп кездеседі. Ал қысы өте қатал десе де болады. Ол жерде 160-ға жуық сүтқоректілер, 200-ге жуық құс түрлері бар. Кездесетін жануарлар бұғылар, сібір елігі, қабан, қасқыр, түлкі және тағы да басқа жабайы аңдар. Көлдердің саны көп болуына байланысты балық аулауға рұқсат береді.
Су айдындарында алабұға, ақ қайран, тұқы, өке, таутан, рипус, ақтабан, итбалық секілді біршама балық түрлері кездеседі. Қазақстан өте сұлу өлке. Мен мұндай жерде туылғаныма қатты қуанамын. Елімнің әр топырағы мен үшін қымбат.